Достар, мына менің артымда тұрған трамвайды осы Сербияға Швейцария елі сыйға тартыпты. Яғни 99 жылы НАТО әскерлері жасаған, яғни бомбардировкадан кейін қалаға осындай әсем трамвайды сыйлыққа берген екен. Біз өзіміздің кезекті трамвайымызды күтіп тұрмыз. Қазір ол да келді. Ола болса ішін көрсетейік, мінейік. Достар, біз қазір Белград қаласындағы қоғамдық көлік трамвайға міндік. Бұл жақта бір қызығы, Белградта қоғамдық көлік тегін екен. Яғни автобуспен болсын, трамваймен болсын, сіз тегін қатынай бересіз жалпы қала бойынша. Рахат емес па, е? 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Белградта қалалық қоғамдық көлікте қатынау ақысыз болды. Бұл шешім қала билігі тарапынан қабылданып, Белградта миллионнан астам тұрғыны бар ең ірі еуропалық қала ретінде қоғамдық көлікті тегін етті. Неліктен тегін? Бұл өзгерістің негізгі мақсаттары: біріншіден, көлік кептелісін азайту, қалада жеке автокөлікті қолдануды төмендету, ауа ластануын азайту және экологияны жақсарту, тұрғындарға әлеуметтік қолдау көрсету. Достар, мына ғимарат Белградта, яғни Сербияның қорғаныс министрлігінің ғимараты. 1990 жылы НАТО әскерлері, яғни бұл жерге бомбалар тастаған. Бұны енді тарихи ескерткіш ретінде алып қалған екен, жалпы ешқандай жөндеу жұмыстарын жүргізбей.